Мына бір өкінішке орай таныс сценарийді қарастырайық. Бірнеше ай бұрын өте жұқпалы, кейде өлімге әкелетін респираторлық вирус адамдарға алғаш рет жұға бастады. Жұққаннан кейін ол денсаулық сақтау шараларынан гөрі тез таралды. Қазір дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы пандемия жариялады. Бұл оның бүкіл әлемде таралғанын білдіреді. Өлім саны көбейе бастады, ал бәрімізде тек бір ғана сұрақ бар: пандемия қашан аяқталады? Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы пандемияның аяқталғанын індет біршама тежеліп, өсу қарқыны бүкіл әлемде айтарлықтай төмендегенде ғана жариялайтын көрінеді. Бірақ дәл қашан болатындығы жаһандық үкіметтердің келесі 3 нұсқадағы әрекеттеріне байланысты. Олар шараларсыз өту, өсімді тоқтату және вакцинациялау, немесе координациялау және басу. Біреуі ең жақсы нұсқа болып саналады, және ол сіз ойлағаныңыз болмауы мүмкін. Бірінші нұсқа бойынша үкіметтер мен қауым вирустың кедергісіз және тез таралуына мүмкіндік береді. Вирусты зерттеуге уақыт жетпегендіктен дәрігерлер пациенттерін қалай құтқару керек екенін білмейді, ал ауруханалар дереу толып қалады. Шамамен 100 миллион адам ішінде миллиондаған адам вирустан немесе денсаулық сақтау жүйесінің күйреуінен қайтыс болады. Көп ұзамай жұқтырғандардың көпшілігі қайтыс болады, немесе иммунитеттері пайда болып аман қалады. Шамамен осы кезде вирус жаңа қожайындарын таба алмай, қоғамдық иммунитет пайда болады. Пандемия басталғаннан кейін көп ұзамай вирус жоғалады. Бірақ осыншама көп адам жоғалтпай-ақ қоғамдық иммунитет құрудың басқа да бір жолы бар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы пандемия жариялаған сәтке қайтып оралайық. Бұл жолы бүкіл әлемдегі үкіметтер мен қауымдар зерттеу мекемелеріне вакцина өндіруге уақыт беру үшін вирустың таралуын баяулатады. Осы уақытты жеңу үшін қоғамда инфекция тасымалдаушыларды анықтауға кең тестілеу, тасымалдаушылармен қарым-қатынаста болғандарды карантиндеу, физикалық қашықтықты қамту шаралары жүргізілді. Тіпті осындай шаралар жүргізілсе де, вирус баяу тарап, 100 мың өлімге әкелді. Кейбір қалалар індетті бақылауда ұстап, жаңа науқас пайда болғанда физикалық қашықтық сақтау арқылы әдеттегі істеріне оралды. Келесі бірнеше жылдың ішінде бір немесе мүмкін бірнеше вакцина кеңінен таралады және бүкіл әлемдік күш-жігердің арқасында еркін қол жетімді болады. Халықтың 40-90% оны алғаннан кейін вирусқа қарсы қоғамдық иммунитет пайда болып, пандемия аяқталады. Соңғы стратегияны қарастыру үшін қайтадан пандемия жарияланған уақытқа қайтайық. Координациялау және басу. Мұндағы идея барлық жерде вирусты бір уақытта карантин, әлеуметтік алшақтау және саяхатты шектеу арқылы тоқтату. Сыни фактор қоғамды синхрондау. Әдетте пандемия кезінде бір елде ауру шыңына жетіп тұрғанда, екінші елде алғашқы жағдайлар пайда болып жатуы мүмкін. Әрбір көшбасшының өз территориясында болып жатқан жағдайларды ғана қарастырудың орнына, әлемді өзара байланысты үлкен жүйе ретінде қарастыруы қажет. Дұрыс координацияланса, бірнеше айдан кейін пандемияның адам шығынының ең аз санымен аяқталуына алып келеді. Егер вирус толығымен жойылмаса, дегенмен бұл екі талай, қайтадан пандемиялық деңгейге өту қаупі туындайды. Вирусты тасымалдаушы және тарататын жануарлар сияқты факторлар біздің барлық күш-жігерімізді босқа кетіруі мүмкін. Сонымен өлімге әкелетін жұқпалы респираторлық вируспен күресу үшін қандай стратегия тиімді? Ешқандай шара қабылдамау мәселені тез шешеді, бірақ жаһандық апат және иммунитеті бар адамдардың қайта жұғу мүмкіндігі бар. Координациялауда жылдамдығы жағынан тиімді, алайда бұл тек шынайы жаһандық ынтымақтастықпен ғана жүзеге асырылады. Сондықтан, мүмкіндігінше жаһандық координациялау арқылы жүргізілетін вакцинация әдетте ең тиімді нұсқа болып саналады. Бұл баяу, тұрақты және дәлелденген нұсқа. Пандемия вакцина дайын болмай тұрып, ресми түрде аяқталса да, вирус мезгіл сайын пайда болуы мүмкін. Сондықтан вакциналар қоғамды қорғауды жалғастырады. Өндіруге бірнеше жылдар кетсе де, адам өміріне салыстырғанда өте аз уақыт алады. Симптомдарды емдеудегі және алдын алудағы жетістіктер вирустарды әлде қайда қауіпті етуі мүмкін. Сондықтан оларды азайту үшін шамадан тыс шаралар қажет.
Симптомдарды емдеу мен профилактика кезінде табылған мәліметтер вирусты әлдеқайда қауіпсіз етуі мүмкін, сондықтан шаралар да босаңсуы мүмкін. Уайымдамаңыз, пандемия аяқталады. Оның салдары ұзаққа созылады, бірақ мүлдем жаман емес. Біз қол жеткізген ғылыми жетістіктер, әлеуметтік қызметтер және жүйелер қоғамды дамыту үшін қолданылуы мүмкін. Егер біз сәттерден шабыт, сәтсіздіктерден сабақ алатын болсақ, біздің балаларымыздың балалары пандемияның атауын да білмейтіндей етіп, келесі әлеуетті вирусқа тәжірибелі түрде төтеп бере аламыз.